шыншылдық, ешкімге алдамау, өтірік айтпау, иә балалар, иә? Бөбек алған затын қайтару, ешкімнің ақысын жемеу. Адам бойындағы адалдық ол жақсылыққа апарады, иә балалар, иә? Қазір ендеше сендермен біз ерекше бүгін адалдық күніне жолға шығамыз. Балалар, біз сендермен бүгін ерекше дүкенге келдік. Ерекше дүкеніміздің аты адалдық дүкені деп айтылады, иә балалар, иә? Адалдық дегенімізді жаңа біз сендерге айтып өттік, иә? Адал болу үшін не істеу керекпіз? Адал болу үшін қандай болу керек? Өте дұрыс айтасыздар. Адал, шыншыл болуымыз керек екен. Енді балалар бізде адалдық дүкеніне келіп, бұл жерде ерекшелігі дүкенші болмайды екен балалар, иә? Әркім өзінің қалаған затын өзі төлем жасап алуымыз керек екен, жарай ма балалар? Жақсы. Банкоматтан ақша төлеп аласың. Қалай? Ой, мен де адалдық күніне ақша сіз алу керек. Dapter onaydı. 7-1 saat geldi. Karandaş aldım ki. Bunda ешкім жоқ қастады. Мұнда маған ақша жетпейді. Ала берсем болады. Жоқ, еттөле олай болмайды. Сен ақшасы төле бересің. Сөйле балқымыз тұрыз айтады. Алған жатында ақшасын төле беріп. Мен адалмын, сен де адалмын. Балалар, біз сендермен жаңа қайда бардық? Адалдық дүкені.
дұрыс айтасыздар. Адалдық дүкеніне бардық. Адалдық дүкенінде дүкенші бар ма екен? Жоқ. Екен, иә? Балалар, біз адал болу үшін қандай болуымыз керек? Ақылды, мейірімді. Ақылды, мейірімді, тәртіпті, сенімді. Аға, біреу дүкеннен алған затымыздың дүкенін жасау. Балалар, біз адалдық дегенді қалай түсінеміз? Адал болу үшін қандай болуымыз керек? Мейірімді, ақылды, жақсы, Өтірік айтпауымыз өтірік айтпауымыз, бұршылық болмау керек. Дүкеннен алған заттарымызға Ақсамға сөйлеу керек. дұрыс айтасыздар. Біз барлығына адал болуымыз керек, иә балалар, иә? Ал сендерге дүкенге барған ұнады ма? Ұнады. Адалдық дүкені деген өте жақсы екен, иә? Ол бізді тәртіпке, мейірімге тәрбиелейді екен, иә балалар, иә?